Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Так, математика сабағына қош келдіңіздер. Мен атым Асқар. Бүгін біз бірінші сабағымыз 5-ші сыныптағы теориялармен және сандар ұғымымен танысатын боламыз. Так, біріншіден математика ең біріншіден натурал сан ұғымыдан басталады. Натурал сан дегеніміз не жалпы айтқанда? Натурал сан дегеніміз заттарды санау немесе бір тектес заттардың реттік нөмірін анықтау үшін қолданылатын сандарды натурал сандар деп атайды. Мысалы, сіздің ақша санайтын болсаңыз, например, миллион теңгеңіз болатын болса, сол миллионға дейінгі сан натурал сан болып есептелінеді. Егер одан да көп болып кете беретін болса, қаншалықты санай аласыз, соның бәрі натурал сандар деп аталады. Так, 0 деген сан және де теріс сандар натурал сандарға жатпайды бұл жерде. Мысалы, мына жерде n-ді тең деп жақша ішінде көрсетіліп тұр ғой. 1, 2, 3, 4, 5 деп, и дальше миллионға дейін, 10 миллионға дейін кете береді. Енді бұдан кейін сандық өрнекте амалдардың орындалу реті айтылады. Арифметика амалдарының орындалу тәртібі. Ең алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады екен біріншісінде. Мысалы, астында бізде мысал тұр. Жақшаның ішінде дегенде, оның ішінде тағы жақша бар. 193 азайтылған 181 деген. Осыны біз бірінші орындауымыз керек. Екінші амал, осы жақшаға көбейтіліп тұр 4 деген сан. Соны орындаймыз. Одан кейін 48-ді 12-ге бөліп алуымыз керек. 48-ді 12-ге бұл үшінші бізде. Сосын мынау жақшаның іші енді толық орындалады, егер мына жерде қосатын болсақ. Одан кейін шыққан санды 6-ға бөлеміз де 2-ге азайтып тастаймыз. Так, мына жерде бізде 4-тен кейін 5-ші амалымыз 6-ны бөледі екенбіз, одан кейін 2-ні азайтып тастаймыз. Бұл бізде 6-шы болады. Енді ереже сіздерде мына жерде тұр. Сіздер жоғары сынып оқушылар болғандықтан бұл нәрселер сіздерге өте қарапайым болуы мүмкін. Енді 193-тен 1993-тен 1985-ті азайтамыз. Сонда бізде қанша болады екен? 8 болады. 8-ді 4-ке көбейте салатын болсақ, ол бізде қанша шығады екен? Бізде шығады екен 32. Дұрыс қой. Енді 48-ді 12-ге бөлеміз. Ол кезде бізде 4 шығады. Енді екеуін қосуымыз керек. Қосқан кезде болады екен қанша? 36. Енді 36-ны 6-ға бөлеміз. Онда бізде 6 болады. 6-дан азайтамыз 2-ні. Онда бізде 4 болады екен. Демек бізде мына есептің жауабы 4 шығады деген сөз. Сұрақ белгісінің орнына. Так, келесі. Енді натурал санды жай көбейіштерге жіктеу дейді. Жай көбейіштерге жіктеу дегеніміз бұл жерде натурал сандар 2-ге бөлінеді дегенді білдіреді. Ең алдымен осыдан бастауымыз керек. Мысалы, натурал сандар, мына n деп қояйық, натурал санымыз 2-ге бөлінеді екен. Мысалы, біріншісі жай сан. Жай сан болады. Екіншісі құрама сан. Құрама сан. Так, жай сан дегеніміз, мысалы, мына жерде жазылып тұр. Мына жай сандар дегеніміз. Так. Мысалы үшін мына жерде жай сан деп астын сызып көрсетейін. Енді осы ережені оқып жүрейік. Тек 2 бөлгіші бар, яғни өзіне және бір санына ғана бөлінетін сандар жай сандар деп аталады. Мысалы, жай сандарға мысал келтіретін болсақ, ол бізде 2 дейік, ең кішісінен бастай берейік. 2, одан кейін 5, одан кейін 7 деген сияқты и кете береді осылайынан. Неге десеңіздер, мысалы, 2-ні біз өзіне бөле аламыз. 2-ге 1 шығады. Ал
2-ні тағы да 1-ге бөле аламыз. Егер осындай ереже орындалатын болса бізде, демек ол жай сан деген сөз 1-ге және өзіне ғана бөлінсе. Ал енді құрама сан дегеніміз тұр мына жерде. Құрама сандар. Егер санның 2-ден көп бөлгіші болса, онда ол құрама сандар деп аталады екен. Мысалы, құрама сандарға жатады 4 жатады, 6 жатады, 9 жатады, 10 жатады деген сияқты. Мысалы, осының ішінде кете береді бұл. Мысалы, енді бұның ішінде біз 6-ны алып көрейік. 6-ны біз өзіне бөле аламыз. 6-ға 1 шығады. 6-ны біз 3-ке бөле аламыз. 2 шығады. Және 6-ны біз 2-ге бөле аламыз. 3 болады. Және 6-ны біз 1-ге бөле аламыз. 6-ның өзі шығады. Міне бөлгіші 4 бөлгіші бар екен. 6 өзіне бөлінеді, 1-ге бөлінеді, және де одан бөлек 3 және 2 деген санға бөлінеді. Демек бұл бізде құрама сан деген сөз. Сіздерге айырмашылығы түсінікті деп ойлаймын. Енді мысалы 20, енді мына жергенен бастайық. Мысалы 23 жай сан. Себебі оның тек 2 бөлгіші бар дейді. Дұрыс айтады. Мысалы 23 деген сан тек мына 23-ке бөлінеді және 1-ге бөлінеді деген сөз. Оны тексеріп те қажет жоқ деп ойлаймын. Енді мына жерде 24-ті айтып тұр. 24 ол құрама сан дейді. Бұған да келісуге болады. Себебі 24-ті 1-ге де бөле аламыз, 2-ге де, 3-ке де, 4-ке де, 6, 8, 12 және 24-ке де бөле алады екенбіз. Мына жерде тұр. Енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді әрі қарай оқи берейік. Кез келген құрама санды оның жай көбейіштерінің көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Енді мысалы келесі тақырыпты өтуге, мысалы мынау ақпараттың бәрі ыңғайлап келе жатыр да бізге. Мысалы 24 санын дейді. 24 санын біз қалай аламыз? 24 санын көріп тұрсыздар. Мысалы 8 көбейтілген 3 екен ол. 8 көбейтілген 3 деп алған. Және де оны 8-ді 2-нің кубы деп алған. Дұрыс емес па? 2-ні 3 рет көбейтсек, ол бізде 8 шығады. 2-нің кубы көбейтілген 3. Және де жай сандардың ішіндегі жалғыз жұп сан ол 2 дейді. Мысалы, мынаны өте мұқият түрде жаттап алыңыздар. Жай сандардың ішіндегі жалғыз жұп сан ол 2 екен. Басқа жұп сан болмайды. Енді 24 деген санды жіктелу түрі мына жерде көрсетіліп тұр. Мысалы, ең кіші жай саннан бастап бөле бересіздер. Мысалы, 24 6-ға бөлінеді, 8-ге бөлінеді деген сияқты, 12-ге бөлінеді, бірақ бірден олай бөлмейсіздер, бірден кішісінен бастап бөлесіздер. Мысалы, бірінші бізде 2-ге бөліп алған, одан кейін 12 шыққан. 12-ні тағы да 2-ге бөлген, 6 шыққан, 6-ны тағы 2-ге бөлген, 3 шыққан, 3-ті 3-ге бөлген, осылай 1 шыққанша бөліп шығамыз. Бұл жай бөлгіштерге жіктеу деген сөз ғой. Демек, мына 24 дегеніміз 8 мен 3-тің көбейтіндісі, ол дегеніміз 2-нің кубы көбейтілген 3 деп алынып тұр. Енді мысалы бізде мына жерде сұрақ. Бұны кішкене ойланып жауап беруіміз керек. Мысалда былай дейді, 2 жай санның қосындысы 15, сол сандарды табыңыз дейді. Енді мен сіздерден бір өтініш айтайын, бұл видеоны паузаға қойып, сіздер осы 2 санды тауып көріңіздер. Мысалы 2 жай сан деп бізге подсказка беріп тұр. X пен Y-тің қосындысы 15 болу керек. Және де шарт бойынша екеуі де жай сан. Бізде мына жерде 2 белгісіз айнымалы бар. Демек 2 түрлі сан алу керек, және екеуі де жай сан болу керек екен. Енді видеоны паузаға қойып, сіздер тапты деген ойдамын. Және де оқушылар видеоны паузаға қойып, шын мәнісінде өздеріңіз ойланып жауап беруге тырысыңыздар негізі. Енді мен жауабын айта салайын. Бұл жай сан біріншісі бізде 2, ең кіші жай сан. Қосылған 13. Бұл екеуі де жай сан бізге. Жай сан дегеніміз, біз тексеріп көрейік. 2-ні жоғарыда тұр, 2-ні бөлеміз.
бірге және өзіне бөлінетін көрініп тұр. 13-ті алып көрейік. 13-ке бөлінеді, 1 болады. Ал 13 1-ге бөлінеді, 13 болады. Демек екеуі де так, мына 13 өзі болады деген сөз. Мына жерді сәл өшіріп жіберейік. Болды. Түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Мына жерде жауабы деген жерге 2 қосу 13 деп жазып қойыңыздар. Келесі слайдқа көшейік. Енді бұл жерде оқушылар көбінесе теория болғандықтан түсіндіріп кетемін. Енді арасында бір 4 мысал алдым сіздерге түсінікті болу үшін. Енді бұны бәрін егжей-тегжейлі оқып шығуымыз керек. Енді мен арасынан оқып шығайын, бәрін түсіндіріп жатпай-ақ қойын, себебі ұзақ болып кетеді. Өздеріңіз бір оқып шықсаңыздар, 1-2 және мысалдарды жазып алсаңыздар, соның өзі жеткілікті деп ойлаймын. Енді санның бөлінгіштік белгісі дейді. Мысалы, сандардың бөлінгіштік қасиеті бар. Мысалы, өте үлкен сандарды мына санға қысқартып жатамыз ғой, біз амалдарды орындаған кезде. Сол кезде бізде сандардың бөлінгіштік қасиетін біліп алсақ, ол өте дұрыс болады екен. Енді біріншісінде былай деп тұр. Қазір 1 минут. Біріншісінде санға бөлінгіштік қасиеті. Кез келген сан 1-ге бөлінеді дейді. Біз бұған толықтай келісе аламыз. Любой санды бөлуге болады. Сосын екіншісі, егер санның соңғы цифры 2-ге бөлінсе, онда ол сан 2-ге бөлінеді дейді. Бұған да келісеміз. Мысалы, соңғы цифры ол бізде, мысалы, мына жерде 9-шы мысалға қараңыздар қазір. Қатарлардан 2-ге бөлінетін сандар дейді. Мысалы, соңғы цифры дегеніміз ол бізде қанша болу керек? 2 болу керек, 4 болу керек, 6 болу керек, және де 8. Және де 0 болса да бола береді. Енді мынау 9-шы мысалды қарастырып кетейік. Бұның ішінен бізде мына 2 жауабы уже бірден көзге түсіп тұр, негізі қатты ойланатындай емес. 30 2-ге бөлінеді, соңы 0-мен бітіп тұр. 66 2-ге бөлінеді, соңы 6-мен бітіп тұр. 98 соңы 8, 36 6-мен бітіп тұр, 2 2-ге бөлінеді деген сияқты. Демек жауабы бізде ответі шығады екен. Енді үшіншісін оқып көрейік. Мысалы айтады, егер санның цифрларының қосындысы 3-ге бөлінсе, онда бүкіл сан 3-ге бөлінеді дейді. Цифрларының қосындысы. Онымен де келісейік. Мысалы, мына жерде бір сан алайын мен. Например, 312. Мысалы, 312 деген сан 3-ге бөліне ме, бөлінбей ме деген сұрақ бізде. Сіздер мысалы бұны ұзақ сан болғандықтан, негізі бұдан да ұзақ сандар болуы мүмкін. 4 таңбалы, 5 таңбалы, 6 таңбалы деген сияқты. Бірақ 3-ге бөлінгіштік қасиетін білу үшін сіздер былайынан жасайсыздар. Мына жерге көрсетемін. Осы нелерді қосып шығасыздар, цифрларды. 3-ті, 1-ді, 2-ні. Қанша шығады? 6 шығады. Енді сіздер 6 деген санды 3-ге бөле аласыздар ма? 6 деген санды әрине 3-ге бөле аламыз. Дұрыс па? Демек, мына 312 деген сан 3-ге бөлінеді деген сөз ол. 312 деген сан. Енді мына жерге бөліп көрейік баған түрінде. Баған түрінде біз 3-ші сыныптан бері бөлеміз. 312 бөлеміз 3-ге. Демек, 3-тен қайырамыз, 1-ден береміз. 3-ті 1-ге көбейтсек 3. 3-тен 3-ті азайтамыз. Демек, 1 түседі бізде. 1 жетпейді, 2-ні түсіреміз. Демек, 2 сан қатар түскендікте біз 0 жалғаймыз, 0-ді беруіміз керек. Енді қай санды 3-ге көбейтсек 12 шығады. Ол әрине 4. 4 жердегі үшім ол 12 бізде. Демек, 0 шығады деген сөз екен. 312 3-ге бөлінеді, жауабы 104 екен. Енді келесі 4-ге бөлінгіштік қасиеті бұл жерде жоқ. Негізі жоқ, 4-ге бөлінгіштік қасиеті бар, бірақ енді мен шынымды айтсам қатты қолданбайды екен негізі. 2 рет 2-ге бөле салса да болады. Бірақ енді
түсінікті болу үшін өздеріңіз оқып, астында міне мысалы тұр. Соны өздеріңіз тура мен жоғарыда жасағандай жасап көруге тырысыңыздар. Енді мен 11-ші мысалға өте берем. 11-ші мысал: төмендегі қатарлардан 5-ке бөлінетін сандар қатарын табыңыз дейді. Енді 5-ке бөлінетін қасиет ол өте оңай. Мына жерде тұр, соңы 0 мен және де 5 болса болды дейді. 0 және 5. Оның қиын еш нәрсесі жоқ. Демек, мына жерден сразу жауабын тауып алайық. 280 мен 15, 35 жауабым С ответі болды. С ответі. Дұрыс қой, соңы 0 мен бітіп тұр. 280 және 50. Имналар 5 мен бітіп тұр. Және де тесттің мысалына сұрақтың шарты бойынша біз санды тапсақ болды. Оны аяғына шейін бөліп отырудың да қажеті жоқ. Енді 12-ші мысалға өтейін. 12-ші мысалым мына жерде төмендегі қатарлардан 6-ға бөлінетін сандар қатарын табыңыз дейді. Енді 6-ға бөлінетін не мына жерде тұр. Егер де сан 2-ге де және 3-ке де бөлінсе, онда ол сан 6-ға бөлінеді деген сөз. Енді 3-ке бөлінгіштік қасиетін біз жоғарыда өттік. Бағана 312-ні бөлдік қоя. Демек біз цифрларын қосып алып 3-ке бөлінемі көз жеткізіп аламыз. Сосын егер бөлінсе бөлеміз, бөлінбесе, демек мынау сан 3-ке қысқармайды екен деген сөз. Естественно, ол 3-ке қысқармады ма, демек ол 6-ға да қысқармайды деген сөз. Енді айтады, егер де сан 2-ге де және 3-ке де бөлінсе, онда ол 6-ға бөлінеді. Мысалы, мына жерде 170.022 деген санды алған. Ол 2-ге бөлінетін көз жеткізіп тұрмыз, соңы 2-мен бітіп тұр. Енді оны 3-ке бөлінетін табу керек. Мысалы, мына жерде 1,7,0,0,2,2 дейді. Қосатын болсақ 8, 4, 12 болады. 12 3-ке бөлінеді ма? Мысалы, 3 нүкте бөлу деген белгіні білдіреді. Кейде ол андай түсіндірмелі кітаптарда бөлуді бізде осылайынан беріп жатады негізі. Бұл не пәле деп түсінбей жүрмеңіздер тағы да. Демек, мына 170.022 деген санның қосындысы ол 12 деген санды беріп тұр екен. Ол 3-ке бөлінеді. Және де мына сан 2-ге бөлінетініне бірден көзіміз жетіп тұр. Демек, бұл 6-ға бөлінеді деген сөз. Және солай 9-ға бөлінгіштік қасиеттері бар. Мына жақта 8-ге бөлінгіштік қасиеттері ол 4-ке бөлінгіштік қасиетіне ұқсайды. Және де 10-ға бөлінгіштік қасиеті ол айтып жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Соңы 0 мен бітетін сандар ғой болды. Және де осы видеоны паузаға қойып, өздеріңіз жақсылап бір оқып шығыңыздар. Ары кетсе бір 2-3 минут уақыттарыңыз кетеді. Мен келесінеге өте берейін. Енді бірнеше натурал санның ең үлкен ортақ бөлгіші дейді. Енді ең үлкен ортақ бөлгіші дегеніміз жалпылама айтқан кезде не үшін керек деген сұрақ болуы мүмкін. Мысалы, бізде бөлшек кездеседі ғой, дұрыс па? Алымында сандар тұрады, бөлімінде сандар тұрады. Соларды біз көбінесе көбейткен кезде ең бірінші көбейте салмай қысқартып жатамыз ғой. Сол дұрыс қысқартуымыз осы тақырыпқа тікелей байланысты негізі. Осы ең үлкен ортақ бөлгішті білсек. Және де үлкен деген сөзге жақсылап мән берсеңіздер негізі. Енді айтып жатыр мына жерде. Ең үлкен ортақ бөлгіш деп сол сандардың ортақ бөлгіштерінің ең үлкен айтады. Мысалы, мен де кітап тілімен қазір оқып шықтым, өз сөзіммен де айттым. Мысалы, дейді 175 және 105 сандарын қарастырайық. Олар 1, 5, 7, 35 сандары олардың ортақ бөлгіштері дейді. Мысалы, екеуі де 1-ге бөлінеді, 5-ке бөлінеді, 7-ге бөлінеді, 35-ке бөлінеді. Осылардың ең үлкен 35 саны болып табылады. Мына жерде. Мына жерде. Так, қызыл сиямен көрсетейін кішкене. Так, мына жерде айтып тұр бізде. Және де осылардың ең үлкені 35 саны болып табылады деп мына жерді көрсетіп тұр. Енді айтып тұр, m және n сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін белгілеу түрлері дейді. Енді мен сіздерге бұл есептің нағыз шынайы түрде шығару жолын көрсетейін. Негізі ең қысқасы түсіну осылай болады. Мысалы дейді, ең үлкен ортақ бөлгіш деп жазып аласыздар ең бірінші. Үстестерді берілген екі санды жазасыздар. Бізге 175 және де 105 деген екі сан беріліп тұр. Және де тең деп қоямыз.
Енді былай әңгіме. 175 деген санды жай бөлгіштерге жіктеуіміз керек. Значит, ең кішісінен бастап жай сандарға бөліп шығуымыз керек. Мысалы, мына сан 2-ге бөлінбейді, соңы 5-мен бітіп тұр. Бұл сан 3-ке бөлінеді ме деген сұрақ. Бұл сан цифрларының қосындысын есептеп көрейік. Мысалы, 1-ге 7-ні қоссақ 8, 8-ге 5-ті қоссақ 13. Демек, бұл 3-ке бөлінбейді деген сөз. Демек, 1-ден 5-ке бөле береміз. 5-ке бөлсек, бізде қанша шығады екен? Так, 3, 35 шығады екен. 35 ол тағы 5-ке бөлінеді бізде. 5-ке бөлеміз, 7 шығады. 7-ні 7-ге бөлсек, онда бізде 1 шығады деген сөз. Енді 105 деген санды бөлеміз. 105 деген сан ол бізде 2-ке бөлінбейді, бірақ 3-ке бөлінетін түсінікті деп ойлаймын. 105 ол бізде қанша шығады екен? 35 шығады екен. 35-ті 5-ке бөле аламыз, 7 болады, и 7-ні 7-ге бөле аламыз, 1 болады деген сөз. Мысалы, екеуінде де ортақ сан. Мысалы, қараңыздар, мына жерде 5 бар, мына жерде де 5 бар. Мына жерде 7 бар, мына жерде 7 бар деген сияқты ғой. Енді мына жерде өшіре салайын нүктелерді. Сіздер осыны жіктеп біткеннен кейін былай жазу керексіздер. 175 тең. Ол бізде 5-ті 2 рет көбейтіп, и 7-ні көбейтуіміз керек. 5-ті 2 рет көбейту деген сөз, ол 5-тің квадраты деп аламыз. Және де 7-ні аламыз мына жерде. Енді 105-ті жазып аламыз, тура солай. Ол бізде 3 көбейту 5 көбейту 7. Енді қарап тұрсаңыздар, екі қатарда да кездесетін санды табуымыз керек. Мысалы, 3 деген сан мына 175-тің қатарында жоқ, демек ол ең үлкен ортақ бөлгішке алынбайды. Демек, оны сызсақ та болады. И 5 деген сан екі қатарда да бар, бірақ оның бірінші қатардағы, мысалы, 175 тұрған қатардағының дәрежесі үлкен. 5-тің квадраты болып тұр. Ал бізге ең үлкен ортақ бөлгіште оның дәрежесі қысқасы керек. Демек, мына 5-ті аламыз. Тура осылай бірдей саннан дәрежесі төменін аласыздар, кішісін аласыздар. Ал 7 деген сан екі қатарда да бар, дәрежелер бірдей деген сөз оның. Демек, оның кез келген біреуін аласыздар. Мына үстіңгісі де астыңғысы да бола береді. Мен мына 7-ні алам. Демек, бізде 5 мен 7-ні көбейтінісі шығады, 35 деген сөз. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш, демек, мына 175-ті де и 105-ті де бөлуге болатын ең үлкен сан, ол 35 деген сөз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерлерді оқып шығыңыздар өздеріңіз. 2 немесе одан да көп сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін оларды жай көбейтіштерге жіктеп шыққан ортақ көбейтіштердің ең кіші дәрежелерімен алып көбейту жеткілікті дейтін. Осы жасалған дүние қазір ғана. Енді мысалы мына жерлерді қарайық. Оны ауызша талқылап көрейік негізі. Себебі түсініп қалдық деп ойлаймын. Мысалы 576 дегеніміз ол қарасаңыздар 2 деген санға 6 рет бөлінеді екенмін. Мына жерді қарасаңыздар, ал 3 деген санға 2 рет бөлінеді екен. 360 деген сан 2 деген санға 3 рет бөлінеді екен. 3 деген санға 2 рет бөлінеді екен, и 5-ке тағы өзінше бөлек бөлінеді екен. Мысалы, бұның ең үлкен ортақ бөлгішін алу үшін екі қатарда да кездесетін сан, 2 деген сан екі қатарда да кездесіп тұр. Біріншісінде 2-нің 6 дәрежесі, екіншісінде 2-нің 3 дәрежесі деп тұр. Демек, сіздер мен жаңағыда айтқандықтан ең кіші дәрежесін аласыздар бірдей санның. Мына көрдіңіздер ғой, 2-нің 3 дәрежесін алғанына ерге. Так, мына жерде қазір 1 минут. Мына ең кішісін алған, 2-нің 3 дәрежесін алған. Одан кейін 2 қатарда да кездесіп тұр, 3-тің квадраты кездесіп тұр. Ол 3-тің квадратын алған, және де 5 деген сан, жеке тұрған сан, ол бізде ең үлкен ортақ бөлгіште алынбайды. Оны сызып салсаңыздар да болады. Сөзде 3-тің квадраты дегеніміз ол бізде 9-ды береді екен, 2-нің кубы дегеніміз ол бізде 8-ді береді. 9 8-ге көбейтсеңіздер, сонда 72 деген жауап шыққан мына жерде.
Енді екі немесе одан да көп сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші бірге тең болса, онда олар өзара жай сандар деп аталады дейді. Мысалы, өзара жай сандар деген ол, мысалы, мынау екі сан, 9 мен 11 өзара жай сандар екен. Неге десеңіз, бұлардың ортақ бөлгіші тек бірге ғана бөлінеді екен. Мысалы, мына жерде 9 дегеніміз ол бізде жаза салайын. 9 дегеніміз 3-тің квадраты екен да. Ал 14 дегеніміз 2 мен 7-нің көбейтіндісі болады. Болды, ол басқа нәрсе жоқ бұл жерде. Демек, бұл сандар бөлінетін, екеуі де бөлінетін бірдей сан, ең үлкені оның бір ғана болады. Түсініп тұрсыздар ма? Мысалы, 1 деген санға бөлінеді, басқа санға бөлінбейді ол. Мысалы, 2-ні алайық десек, 2 мынау 9-ға бөлінбей қалады, ал 3-ті алайық десек, 14 бөлінбей қалады да. Түсінікті болды деп ойлаймын. Так, тағы да бір оқып жазсыздар. Так, қазір бір минут, мына жерде өшіргіш. Ал енді кете берейік ары қарай. Мына жерде сәл техникалық қателіктер болып жатыр. Еш нәрсе етпейді. Қазір 1 минут. Так, енді әрі қарай кеттік. Және де тағы мысал алған мына жерде 24 пен 36 деп тұр. 24-ті көріп шықтыңыздар, мына жай бөлшектерге жіктегені былай болып тұр. 2-ге бөлген бірінші, 2-ге 3 рет бөлінеді екен, и 3 болады. Мына бұлай бөлу енді бәрімізге оңай деп ойлаймын. Сіздер жоғары сынып оқушысыздар. Енді ортақ жай көбештерге 2 және 3 дейді. Ортақ жай көбештері 2 және 3. Мысалы, демек, мына жерде қараңыздар, 2 және 3 деп айтып тұр. Ол жерде, мысалы, 8 не деп айтпайды. Бөлінбей қалатын түсінікті. Мына жерде 2-нің 3 дәрежесі бар. Мына жерде 2-нің квадраты бар. 2 болады, и 2-ні ең кіші дәрежесімен алған. Және де мына жерде 3-тің 1 дәрежесі 3-тің квадраты деп тұр. Демек, 3-тің квадратын алмайсыздар бұл жерде. Сызып тастайық. Мынаны аласыздар 3-тің 1 дәрежесін. Мына жерде мынаны алуға болмайды. Сол кезде 2-нің квадраты мен 3-тің 1 дәрежесі көбейтіледі. Ол 4 және көбейту 3 деген сөз, жауабы 12 шығады екен. Енді мына жерде мен өзім дайындаған мысалдар бар, есептердің арасынан алып. Соны сіздерге көрсетейін. Так. Енді бұл жерде былай. 34 және 51 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін және ең кіші ортақ еселігін табыңыз дейді. Енді ең кіші ортақ еселік мен келесі слайдта түсіндіремін, бірақ енді тағы да бастап түсіндіріп кете берейік. Мысалы, мына жерде 34 деген санды аламыз. Бірінші жазып алайық. Ең үлкен ортақ бөлгіш. 34 және де 51. Осы мысалдан екеуінің айырмашылығын бірден түсіне салуға болады. 34-ті аласыздар да 2-ге бөлесіздер, ол 17 болады. 17-ні 17-ге бөлесіздер, себебі бұл жай сан. 51 2-ге бөлінбейді, бірақ есесіне 3-ге бөлінеді. 17-ні 17-ге бөле саласыздар, ол бізде 1. Енді түсінікті деп ойлаймын, екеуінде де бар сан, ол бізде қанша? 17 екен. Дұрыс па? Екеуінде де бар сан 17. Себебі 17, екеуінде де ортақ сан.
себебі ортақ емес сандарды алмаймыз ғой. Мысалы мына жақта 2 жоқ, ал мына жақта 34-тің жағында 3 жоқ деген сияқты. Енді бұның ойесын табу керек. ойе. Ең кіші ортақ еселік дейді. Мысалы 34 және де 51 деп жазып қояйық. Енді бұны жіктеп жазбаймын, төбеде жазылып тұр себебі. Енді ең кіші ортақ еселік дегеніміз екеуі бөлінетін сан ғой бұл жерде. Мысалы қарасаңыздар, 34 деген санды сіз 17-ге бөле аласыз, 51 деген санды 17-ге бөле аласыз. Дұрыс па? Ал бұл жерде керісінше біз осы екеуін бөле алатын санды алуымыз керек. Бұл жерде қарасаңыздар, кіші деп айтылғанымен, бұның теңнен кейінгі шешім мына жердегі сандардан үлкен сан болады. Не үлкеніне тең сан болады, немесе бұдан үлкен сан болады. Ал мынау ең үлкен ортақ бөлгіште бұл екеуінен кіші сан шығады. Себебі бұның ең үлкен бөлгіші. Себебі мына жақшаның ішінде тұрған сандарды бөлесіздер. Ал мына жерде осы екеуі бөлінетін санды табу керек. Ол үшін екеуінде де ортақ санның біреуін аласыздар, ол 17-ні аласыздар. Және де жеке тұрған сандар бұл жерде алына береді. Мына жерде 2 және де 3 деген сандар. Мына жерде 17 шықты, 17-ні 6-ға көбейте саламыз. Онда бізде қанша болады? 60, 42, 102 болады екен. Енді жауаптан іздейсіздер, 102 және 17 деген сан бізде С ответінде тұр екен. Ең үлкен ортақ бөлгіш 17, ең кіші ортақ еселігі 102 болды. Енді келесі мысалды видеоны паузаға қойып өздеріңіз орындап көріңіздер. Мен қазір сіздерге көрсетіп шықсам да болады негізі. Бұлайынан болмаса жауап арқылы да тауып көрейікші. Мысалы қатты бұндай есептер енді көп келмейді, бірақ білгеніміз дұрыс та. Енді қараңыздар, мысалы мына жерде ең үлкен сан бізде 50 болып тұр. Дұрыс па? 50 болып тұр. Нүкте қойып қойын. 50 деген сан 200-ді сіздер 50-ге бөле аласыздар. 240-қа бөле алмайсыздар. Демек өзі бұл 50 деген ответ болмайды. Осылай тесттік әдіспен табасаңыздар болады. Енді 45-ті алып көрейік. 45 200-ге бөлінбейді, бірден түсінікті, ол болмайды. Одан кейін үлкен сан 40. 240-қа бөлінеді, 5 болады. 240-қа бөле аламыз, 320-ті бөле аламыз. Демек жауабы міне ответі болады деген сөз. Міне ең үлкен ортақ бөлгіш деген кезде оқушылар сіздер не істейсіздер? Жақшаның ішіндегі сандарды вариантта кездесіп тұрған сандардың үлкенінен бастап бөліп шығасыздар. Мысалы мен бағана 50-ді бөлдім, ол 240-қа 320-ға бөлінмей қалды. Сол себепті ол болмайды. Одан кейін үлкен 45 болды. 45 200-ге бөлінді, болмай қалды. Мына 40 үшеуіне де бөлініп тұр, қалған 2 сан одан кіші ғой. Әрі қарай тексерудің қажеті жоқ. Демек сіздер жауапты тауып ала саласыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Демек ары қарай кетейік. Енді бірнеше натурал санның ең кіші ортақ еселігі дейді. Енді ең кіші ортақ еселігіді алдыңғы слайдтарда сәл кішігірім түрде айта кеттім. Мысалы, оны да жіктейсіздер, тура осылай ережесін оқиық. Бірінші сандардың ең кіші ортақ еселігін табу үшін оларды жай көбейгіштерге жіктеп, шыққан ортақ көбейгіштерді ең үлкен дәрежесімен алып және ортақ емес көбейгіштерді көбейту жеткілікті дейді. Мысалы, екі қатарда да кездеспесе де сандарды ала бересіздер деген сөз ғой. Мысалы, мына жерде то же самый бағанағы мысал, міне 576, 360-ты, мына жерде енді ең үлкен ортақ бөлгішін алайын деп тұрған жоқ, ең кіші ортақ еселігін алайын деп тұр. Бұл жерде қарасаңыздар, міне 2-ның 3 дәрежесі бар, 2-ның 6 дәрежесі бар. Мына алдыңғы мысалда айтылғандай, мен тура мына жердегі нәрсені айтып жатырмын сіздерге. Егер естеріңізден шығып қалса, тағы да видеоны айналдырып қарай аласыздар. Негізі осы жерінде де негізі айырмашылығы. Анада ең кіші дәрежесімен аласыздар, және де ортақ емес сандар алынбайды. Ал мынада ең үлкен дәрежесімен аласыздар, және де жеке тұрған сандар, олар ортақ емес сандар алына береді ол жерде. Енді 2-ның 6 дәрежесі и 2-ның 3 дәрежесі бар мына жерде. Қарасаңыздар, демек біз ең кіші дәрежені алмаймыз бұл жерде. Ең үлкен дәрежені аламыз. 3-тің квадраты, 3-тің квадраты екеуінде де бірдей, кез келгенін алсаңыз болады. Мысалы мен бірінші тұрғандағын ала берем.
Және де 5 деген сан бұл жерде бағана алдыңғы видеоде слайдта мен оны сызып тастаған едім. Себебі ол ортақ емес сан да. Ортақ сан дейтініміз ортақ сан болатын еді, егер мына жақта да 5 болатын болса. Жоқ қой себебі бұл жақта. Енді кеттік. Демек міне 2-ның 6 дәрежесі и 3-тің квадраты и 5-ті алған деген сөз. Енді оны өздеріңіз ары қарай немен көбейтіп есептей саласыздар. 3-тің квадраты мынау 45, мынау 2-ның 6 дәрежесі 64. Екеуін көбейте салу керек. Енді келесі мысалда өзі дайын тұр бізде. Мен осыны толық айтып шығайын сіздерге. 108 деген сан 2-ке бөлінеді. 54 2-ке бөлінеді. Өзі 54-тен кейін 27 2-ке бөлінбей қалды. Өзі ары қарай 3-ке бөлініп кетеді екен. Міне 2-ге 2 рет, 3-ке 3 рет бөлініп тұр. 720 міне 2-ге 4 рет бөлінеді екен, 3-ке 2 рет и 5 болып өзі бөлінеді екен. 108 дегеніміз 2-ның квадраты и 3-тің кубы. Осылай жазылып тұр үстіндегі тура. Ал міне 720 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесі и 3-тің квадраты міне 3-тен 2 и 5 өзі ғана. Бұл жерде де тура солай ортақ сандар бізде міне 2-ның квадраты, 2-ның 4 дәрежесі бар. Себебі міне негізіндегі сан 2 екеуінде де. И бұны 2-ның 4 дәрежесін аласыздар, мұнан алмайсыздар. Дәреже үлкен алынады. 3-тің квадраты дегеніміз және де мына жерде 3-тің 3 дәрежесі. Мына жерде 3-тің квадраты алынбайды, себебі дәрежесі үлкені 3-тің 3 дәрежесі. И жеке тұрған ортақ емес сан өзі алына салады. Сол кезде 2-ның 4 дәрежесі, 3-тің кубы және де 5. 2-ның 4 дәрежесі дегеніміз ол бізде 16 көбейту 3-тің кубы 27 көбейту 5. Енді осыны көбейте салсаңыздар, сол кезде табыла салады. Так, енді келесі мысал 13-ке және 19-ға бөлгендегі қалдығы 4 болатын ең кіші натурал санды анықтаңыз дейді. Қалдығы 4 болатын. Енді мынау кішкене есептеуіміз керек мынаны. Енді 13-ке және 14-ке өзара жай сандар болғандықтан, 13 пен 14 өзара жай сан. Қараңыздар. Мына жерге жазайын. Так, сарымен жазайын. Сары кішкене жақсы көрінеді. КОЕ 13 және де 19. 13 ол 13 өзіне бөлінеді и 1-ге бөлінеді болды. 19 да тура солай 1-ге бөлінеді. Мысалы бұның ең үлкен ортақ бөлгішін табатын болса, онда ол 1 болатын еді. Алдыңғы слайдта айтылғандағыдай. Себебі өзара жай сандар олар. Ал ең кіші ортақ еселігін тап десе, екеуін көбейтесіздер да бұл жерде. Енді 13-ті көбейтеміз 19-ға. 9 3 27, 7-ні жазамыз, 2 ойда. 9 1 9, ойдағы 2 мен 11 болады. Енді бір сан жылжимыз, 3 болады, мынау 1 болады. Қосқан кезде 7 4 2 247 шығады екен, және де айтып тұр. 19-ға бөлгенде қалдығы 4 болатын ең кіші натурал санды табыңыз дейді. Енді осыған 247-ге сіздер 4-ті қоса саласыздар. 4 қалдық қалып тұр себебі. Сол кезде қанша шығады екен? 251 шығады екен. Міне осылай ең кіші ортақ еселігі табылды. Енді мысалы мына жерде жоғарыда дайындап қойған слайдым, ол бізде бағанағыдай не арқылы табу, нұсқа жауап арқылы табу үшін. Енді бағана естеріңізде болса, жақшаның ішіндегі сандарды мынау нұсқадағы сандарға бөліп шыққан едік та. Енді бұл жерде керісінше. Бұл жерде керісінше болады. Біз мынау вариантта тұрған сандарды мына жақшаның ішіндегі сандарға бөліп шығамыз. Және де ең кішісінен бастауымыз керек. Себебі кіші деп тұр ол жерде. Кіші сан бізде 180 екен. 180-ді көрейік бірінші. 188-ге бөліне ма? 188-ге ол бөлінбейді. 9-ға бөлінеді. 20-ға, 10-ға бөлінеді. 15-ге бөлінеді. 8-ге бөлсек, так. 8-ге бөлсек 16, 20-ға қалады ар жағында. Тағы 16 жоқ, жетпей қалады, таза бөлінбейді. Одан кейінгі сан
мынау демек болмады. X қойып қояйық. Міне 360 одан кейінгі кіші сан. 368-ге бөліне ма? 320 болса бөлінеді не да 8-ге? 360 бөлінбейді. 9-ға бөлінеді. 10-ға бөлінеді. 180-нен 2 болатын болса 15-ге де бөлінеді бұл сан. Енді 300 бұл болмады негізі. Қазір болмаса 1 минут калькулятор қолданып көрейік. 360 бөлінеді 8. Бөлінбейді бұл. Ай, жоқ бөлінеді екен. 45. Мен қателесіп кеттім, айып етпеңіздер. Дұрыс. Әрі қарай тексерудің қажеті жоқ ол. 360 сол 9-ға міндетті түрде точно бөлінеді. 10-ға бөлінеді и 15-ге де бөлінеді бұл. 360. Тексере салайық. Демек бізде жауабы қай жауап шығады екен? Бізде жауабы 360 шығады екен. Бұл ең кішісі осы болып тұр, және де мына ішіндегі бүкіл санға бөлініп тұр. Так, енді құрметті оқушылар, назарларыңызға рахмет. Енді бізде көп есептер бұл жерде теориялық болады. Және де мұның ішіндегі мысалдарды, ережелерді жақсылап бір оқып, миларыңыздың сүзгісінен жақсылап өткізіп шығыңыздар. Бұл енді өте бір андай мелочь нәрсе болғанымен де маңызы зор бұның. Мысалы, математиканы әрі қарай жақсы түсініп кетулеріңіз осы мысалдарды жақсы білулеріңізге байланысты да. Енді берілген кеңестерді орындап отырыңыздар видео барысында мен айтып жатқан. Және де пауза қой деген кезде қойып, шын мәнісінде шешім табуға тырысайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.